Жылқы етінен дайындалатын тағамдарды мектеп асханасының ас мәзіріне қосу керек. Бұл ойды айтып жүрген дәл менің артында тұрған нөмірі 58-ші мектептің аспазы Гүлия Болатқанқызы. Қандай нақты тағамдарды енгізу керек және олардың жасөспірімдердің ағзасына қандай пайдасы бар? Толығырақ мектепке кірген соң білетін боламыз. Инженер-технолог Гүлия апайдың тамақ өнеркәсібінде 45 жылдық тәжірибесі бар. Қазіргі мектептердегі ас мәзірінің осыншама жылдар бойы өзгермегенін алға тартады. Сиырдың етін бір-ақ рет аптасына бір-ақ рет жасап, жылқының етін 2 рет жасауға болады. Мен сөйтіп ойлаймын. Ұлттық тағам ғой, ұлттық тағамдарды енгізу керек мектеп мәзіріне. Біздің балаларымыз мысалы көп салаттарды жемейді. Алма 3 рет аптасына беріледі. Сонда айына 4 аптада 3 рет 12 рет беріле ме? Вот соның орнына жаңағы жылқы етін енгізуге болады. Жылқы етінің 17 ауруға емдейді. Соның ішінде жүрек, қан тамырлар, бүйрек, асқазан, өкпе ауруларының бәріне де пайдасы зор. Котлетті де пісіруге болады, палауды да пісіруге болады. Гүлия апай табусы тақырыпта жеке шеберлік сабағында өтіп үлгеріпті. Шараға мектеп оқушылары мен ұстаздар қатысқан. Гүлия Болатқанқызы осы идеяны айтқан уақытта осы оқушыларға, балаларға осындай жылқы етінің пайдасы туралы айтып, және соны практика жүзінде дегустациясын жасатып көрсетейік деген бастамасын айтқанда қуандық. Мектеп әкімшілігі де бұл кісіге қолдау көрсетіп, мектептің асханасында үлкен шеберлік сабағын өтті. Айкөркем, сен мектеп асханасынан қандай тамақтарды көбірек жейсің? Мен ыстық тамақтарды және бәліштерді көбінесе жеймін. Ал енді жылқы етін жақсы көресің бе? Иә. Үйінде көбірек жылқы етінен тамақ жейсің бе? Иә. Аспаздың айтуынша бұл ұсыныс тамақтану академиясының қолдауымен бекітілуі керек екен. Бастаманы тек Алматы қаласы көлемінде ғана емес, республика көлемінде көтеру жоспарда бар дейді апай. Жапон елінде жаңағы жылқы етінің диеталық пайдасын біліп, көптеген ресторандар ашып қойған. Европа елі де мысалы жылқы етінің пайдасын қазір біліп жатыр ғой. Қазыны, қартаның қандай пайдасын олар да тағам дайындайды Европа мысалы. Біздің де жылқы еті бренд болу керек қой. Жастардың денсаулығы дұрыс тамақтануы келешегіміз үшін үлкен рөл атқарады. Мектеп қабырғасынан бастап ас мәзіріне көңіл бөлген жөн. Ата-ананың басты міндеті баласының дұрыс тамақтануын қадағалау. Кейіпкердің де мақсаты осы. Сюжетті дайындаған мен Айнұр Аңламасова және Ислам Әден.